Енді лекалалармен танысып алайық. Осы жерде алдыңғы бой және подбордта бірінші вариант деп жазылып тұр. Демек бұл алды үшбұрыш оюмен, шимай оюмен тігіледі. Ал екіншісі ол джинсы матадан тігіледі, алды тік болып тұрады. Сондықтан ауыстырған кезде тек осы екеуін ауыстырып, ал қалған екеуі ысырып қойып қоямыз. Қайсын тіккіміз келеді, соны алып тіге береміз. Лекаланың бірінші бетінде тұрған сияқты құрастырып шығатын боламыз. Осылай бірінші бетін түспей, екінші бетінен бастап қайшының суреті тұр ғой, соны қиып тастаймыз. Үзік сызық болып тұрады. Сол жерін бәрін қиып алып тастаймыз да. Ортасындағы үшбұрыштарды бір-біріне теңестіреміз. Екі үшбұрыш бірдей размерде болу керек. Менде осындай қалдық маталар қалған екен. Содан пішетін боламын. Кромкасы бар ғой матаның, білетін шығарсыздар. Соған қарама-қарсы осылай пішетін боламыз түсуінен. Және барлығына паскатқа да, негізгі матасына да итальян сызығы бар ғой. Сол жерді белгілеп, рассечка беріп қоямыз. Ол бізге керек болады. Бізде спинкада сгиб деп жазылып тұр, демек сгиб деген бүктеу, матамызды бүктеп осылай пішеміз. Сонда ашқан кезде бір бүтін болып шығады.
негізгі матадан осы алдыңғы бой, артқы бой, подборд және обтачка белдігін кесіп жатырмыз. Енді осы подкатын кесетін боламыз, пішетін боламыз. Подкат менде 1,5 метр, және де бұның маған 1,5 метрдің жартысы ғана кетеді екен 3 жасқа. Енді дублеринді негізі қазір сіздерге фото қалдырам. Қай жерін дублериндау керек екен, соны дублериндайсыздар. Ал мен негізгі матадан пішілген барлығын дублериндағым келіп тұр. Мен сияқты барлығын дублериндасаңыздар болады.